Бүгін Египет еліндегі 9-шы күніміз. Кешкісін ала осы шоуға барамыз. Шоудан шыққаннан кейін ескі қалаға барып, оның да базарын аралап көреміз. Бүгін күніміз базармен басталып, базармен аяқталады деп тұр. Видео қызықты болады деген ойдамын. Біздің демалысымыз Египетте әлі жалғасуда. The past is where it stays, way back a year ago. Жақта халық қатты жүреседі екен. Тіпті өлім жазасына дейін барады екен. Көреміз қандай болып тұратынын. Осы түрі жақсы сияқты. Мен Сахаб мешітінің ішіне кірдім. Дайвинг жасап көрем. Басы жақсы басталды, соңғы жағы жын ойнақ болып кеткен болмаса. Осы біздің Лагуна Вилсонның бір жақсысы регистрацияны көріп тұрсыздар ма? Регистрация ешқашан демалмайды ғой. Бір демалыс уақытын көрмейсің. Түнде келіп, Каирдан келіп, түнде қарасаң да түнде де істеп жатады. Күндіз келіп қарайсың, күндізде де істеп жатады. Күндіз енді адамдар қабылдайды, адамдар шығарады деген сияқты. А бізде деген түнде келгенде де, түнденің өзінде де адамдар деген. Келіп жатады, кетіп жатады, біреу ана сұрақпен, біреу мына сұрақпен деген сияқты. Регистрацияға енді әңгімем жоқ, анда жұмыс жасайтын адамдарға да мықты. Соңғы күні бірдеңе шығып тұрмаса болды. Күннен күнге осы Пик Альбатрос Лагуна Вилсонын таңдағаныма дым өкінбеймін. Жаңа жергілікті аптекадан осындай витаминдер сатып алдық. Балаларға, тамаққа, көзге, тілге, сондайларға арналған. Барлығы, осының барлығы $25 шықты. Осындай бірдеңелер, дәрілер алатын болсаңыздар, аптекадан алған дұрыс. Сертификаттар болу керек, соны қарау керек. Себебі Египет үкіметі аптекаларды сондай дәрі жасайтын, емдік жасайтын туристерге әсіресе сататын болса, соларды өте мұқият қадағалайды екен. Себебі туристерге бірден болып қалса, туристер келмей қалады бұл елге, және жаман отзыв жасаса тоже келмей қалады. Ал Египет елі туристерге қатты мұқтаж, сондықтан олар өте сақ қарайды және өте мұқият қарайды. $25 көп нәрсе алдық. Өте жақсы цена деп ойлаймын. Өздері үшін енді жақсы қымбат цена болар, бірақ біз үшін жақсы цена. Біздің Қазақстанда біз бұдан да көп ақшаға алар едік. Енді пайдалы емес екенін ар жағында үйге барған соң балаларға беріп, өзіміз жеп, сосын тексеріп, сосын барып көреміз енді. Пайдалы болады деген ойдамыз. Себебі Египет медицинасын көп жақта мақтайды ғой. Бұл жақта деген жақсы да. Сондықтан егер сіздер де алатын болсаңыздар, осындай аптекалардан тексерілген жерден алыңыздар. Май, дәрі дегендерді басқа көшеден, просто так ларек сияқты жерлерден алған дұрыс емес. Ешқандай да поделка жасауға возможностьтары жоқ, себебі мемлекет оны қатты қадағалайды. Тіпті өлім жазасына дейін барады екен. Поделка жасағандарды өлім жазасына дейін кеседі екен. Отзывтар өте көп медицинасы туралы. Біздің бағамызбен 11.500 теңгеге шықты, және бізге 3 витамин алғанда 4-шісін сыйлыққа берді. Өте тиімді шықты деп ойлаймын, өте арзанға. Және аптекада бізге $25 шамасы болады деді. $25 жоқ болған соң біз $100 бердік. $100 алды да $75 берді. Және осы елдің Египет фунтынан тоже 15 па сондай. Честно беріп жатыр да, бізге, например, 15-те бермесе де болады ғой. Біз оған ештеңе істемейміз, дейміз де жүре береміз. Енді тиын, бірақ все равно соны честно етіп барлығын қайтарып беріп жатыр. Майларды, мысалы банағы масло черного тмина, оларды мынадай супермаркет, ларектардан алған дұрыс емес. Себебі олар алатта майға кішкене ғана иісін тамызып, мысалы духи алсаңыз, кішкене иісін тамызып жасап қояды екен подделка. 2 сағаттан кейін ананың иісі шығып кетеді, просто майға алып қояды сізге. Өздерінің специальный центр масел деген бар. Вот сондайларға барсаңыз, саудалассаңыз, почти жарты бағасына дейін түсіреді екен. Оны біле жүріңіздер. В общем, менің әйелім звезда бүгін мына роликте. Мына қараңыздаршы.
өте сапалы, арзан дүкен. Әр түрлі елдің тілімен жазып қойған. Креатив енді ұрт тұр мына жақта. Жан, ты классный дейді. Храни тебя Аллах. Бұл жерде көп елдің сөздері жазылған. Ценный улет дейді. Жан, жарайсың. Красавчик. Бағасы жақсы. Менің есімім Жако. Шымкент. Салам из Казахстана. Бұл жерде қазақша сөздер, орысша сөздер және басқа да тілде сөздер өте көп. Рекламаны сықитып қойған. Базар жоқ, мықты. Біреу біздің 1000 теңгелік ақшаны салып кеткен екен. Қазақстан деп жазбаған екен. Жазып кетеміз. Мына жерге тоже Жан не жмот дейді. Всего хорошего дейді. Күшті сөздер жазып кеткен мына жерге. Мен де қазір өзімнің YouTube каналымда жазып, және Жан жарайсың деп сондай бір жақсы сөздер жазып кетемін. Жоқ, шын мәнінде идеясы күшті. Барлығын соны істеп қойған. Тек қана осы жерден көріп тұрмын. Міне мен жазып қойдым осы жаға. Жанның идеясы мықты екен деп, шынымен идеясы жақсы екен. Қазір бұны бір жерге жапсырамыз. Қазақстан, Орал, Қара сөмке YouTube арнасы деп жазып қойдым. Қазір бір ат жапсырайын деп жатыр бір жерге. Қазақша көрінетін жерге, бір жерге, күшті жерге жапсырайын деп жатыр. Менен де бір естелік қалсын деп осы жерге жазып кетіп жатырмын. Сіздер егер осы магазинге келсеңіздер, менің жазғанымды және басқа да адамдар жазғанын көрсеңіздер болады. Әне? Міне? Менің жазғаным жарады. Шүкірім. Осы кезге дейін жойған ақша $40. Біршама нәрсе алдық. Арзан. Саудаласу керек кішкене. Және маңымызды жолда цеп кеттік, жолда аламыз деп. Осылай саудалассаңыз кішкене түседі және скидкамен жайлап түріп береді. Естеріңізде болса, алдыңғы видеоларда айтқандағыдай осы отельде тек бір күн ғана жабық рестораннан кешкі ас ішуге болады. Ол үшін Мұнда демалған күнде, егер сіз 5 күннен жоғары демалсаңыз, осылай ресепшнға келіп, а-ля карт заказ беруге болады. А-ля карт деген бұл бір күн осы жерде сол рестораннан кешкі ас ішіп шығасыз. Сондай мүмкіндікті қазір біздер жаздырып жатырмыз. Ол жерге жаздыру 10 мен 12-нің арасында екен. Қазір ресепшнға келіп біздер осы жерден жаздырып жатырмыз. Ананың ішінде тамақтар өте көп, сіздер таңдап аласыздар. Бұл жерде орыс тілінде және ағылшын тілінде жазылған барлығы түсінікті. Осы ресепшнның бір жақсысы, бұл жерде кешкісін футбол қарауға болады. Салқын жерде отырып кофе ішіп, мына жақта 2 үлкен телевизор бар. Және егер сіз іштен қарамайын десеңіздер, сырттан да қарауға болады. Кешкісін уже 4-тен бастап, бұл жақта кілең футбол ғой. Мына жерде футбол, мына жақта үлкен экран бар. Жалпы футбол қараушы, футболды жақсы көретін адамдарға керемет деп ойлаймын. Ескі қала жаққа қарай кетіп бара жатырмын. Қазір мүмкіндік болса дайвинг жасап, қаланың пляжына қарап келемін. Бұл жақта халық қатты сөйлеседі екен. Айқай ғой сөздері. Дайвинг жасап көрем. Жалпы көрейік қандай жерлер бар екен. Істеуге болады екен. Паспортымды да алып шықпадым. Бірақ фотосын көрсетсе болды дейді, жеткілікті дейді. Қазір көреміз. Қанша болатын, қалай болатын барын. Қазір көреміз. Мен дәл қазір дайвинг жасайтын жерге қарай келе жатырмын. Порт деп аталатын жерге қарай келе жатырмын. Осы жақтан қазір сөйлесіп көреміз. Ыңғай шыға ма, шықпай ма? Ақшам жете ма, жетпей ма? Еще мен азын шоғын ақша алып шыққам. Сон барлығы жетсе, қазір дайвинг жасаймыз.
егер сіздің қонақ үйлеріңіз осындай атта болса, және қаланың қақ ортасында болса, осындай пляждарға автобуспен әкеледі екен. Бұл жақтың пляждары песок, бірақ ары қарай түсіп қараған жоқпын. Көп жері песок енді. Бұны айналай орналасқан өте көп пляждар, және адамдар да өте көп. Бұның пляжы біз тоқтаған отель пляжында емес енді. Барлығы араласып жатыр, сондықтан білмеймін, бір түрлі сияқты. Трансферлен тегін. Сусындарды әр отельге байланысты. Егер сіздің отеліңізде сусын тегін болса, онда тегін аласыз, осы жерден қолыңызда браслетіңізді көрсетіп. Ал егер сіздің отеліңізде сусын тегін деп жазылмаған болса, онда осы жерден қосымша ақшаға сатып алу керек болады сізге. Осындай да түрлері бар екен. Тек қана бірінші, екінші линияда емес, қаланың қақ ортасында үшінші, төртінші линиядағы пляждары жоқ отельдер осындай жерге адамдарын әкеледі екен. Бұл жерде өкінішке орай дайвинг жоқ. Дайвинг сұрап едім. Турмен бару керек, турмен жүру керек. Кілең сондай Дайвинг болмаса, базарын қарайыншы деп орталыққа жол тарттым. Бұл жақтағы магазиндердің көбі кешкісін ашылады. Күндіз тек бірең сараңы ашық болады екен. Ну безбелизно, окрашение, только так, декорейшн. Мынаны отдельно сатады дейді, да? 2 штука $1. Анандайдан тоже... Хороший хлопок $1. Бери 3 за 2. Бір андай орамал $1 тұрады. Мынандай екеуі $1 тұрады. Сонда мынаның өзің не істейін десем? Мынаны дейтіп, тағы жүресін деп. Қатырат бір ғой. Негізден барлығы бірге сатылатын нәрсе ғой. This is very small. No, excuse me. Because I'm not naked. You understand, man? Because you have that one. Окей? Қазір маған деген осыны кигізіп көрсетеді. Көреміз қандай болып тұратын. Бас киім шеш деп жатыр, бас киім шештім көрейік. Бана біріншісін кигізген кезде құтта қандай болды? Байлап тастап жатыр айтып. Не істеп жатырғанын? Білгенін істеп жатыр да. Excuse me, I will show you something. You like Amiri? Осылай шетін байлайды да. You like Karl? Өстіп ойлап жүреді. Қалай? Меніңше You want post? I have post like десанттар that one. сияқтындар ғой. Show here. Дәм үйлескен жоқ, дәм ұнаған жоқ. Басыңа алады да орап тастайды. Қандай орамал. Дәм қызық емес. Онан соң күшті болып тұрса, бір фотолардан көресің ғой, күшті әп-әдемі болып тұрады. Сондай болса мен алар едім. 50 фунт деген ол 500 теңге ғой былайша айтқанда. $3 берем дейді. Мына барлығымен, мынасымен және осындайсымен. Арафа ма? Арафа. Египетский Арафа дейме осындай да. Осылай түсіріп те киюге болады. Осылай да жүруге болады. Қалай достар? Жақсы болып тұр ма? Нормально болып тұр ма? Алсам бекен, алмасам бекен. Like this also. There's two styles you can make it. Like this or maybe like this. Осылай жүруге болады дейді. Как кепка сияқты. Келесі түрі осылай байлап берді. Осы түрі жақсы сияқты. Егер сауда-саттық жасайтын болсаңдар, Валиттің магазиніне келіңдер. Магазині жақсы, скидка жасайды, жақсы түсіріп беріп жатыр. Басында $3 деп еді, кішкене әйтеуір 100 фунтқа түсіп берді. Сувенирді бар, ішінде киімдер, ласты бәрі бар. Очкиге дейін бар, бас киімге дейін. Сувенирлердің неше түрлісі бар мына жерде. Нағыз Шарм-эль-Шейхтің египетский нелердің барлығынан алсаңыздар болады. Түсіріп береді бір жақсы. Осылай саудаласу керек. Если саудаласпай жоқ десеңіздер, онда ол ақша түспейді. Мен жаңа ғана алып кетіп бара жатыр едім, жарайды жақсы. Басында 150 деді, содан кейін 100-ге түсіп берді. Ассаламу алейкум. Ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Рахмет. Мен Сахаб мешітінің ішіне кірдім.
іші өте әп-әдемі екен. Бүгін жұма, бірақ жұмаға әлі ерте. Құрандар тұр ана жақта. Жоғары жақ әйелдердікі болу керек. Өте әдемі. Шарм-эль-Шейхтағы ең әдемі мешіт. Өте әдемі. Күшті. Мына жағында екінші жағы бар екен, кішкентай жақ. Барлық жерде вентилятор, кондиционер, барлығы қосылып тұр. Ыссы емес, салқын. Және жандарында арнайы тесіктер бар. Ыстылық өтіп кетсін дегендей. Төбелері барлығы жабық. Мешіт өте әдемі. Кондиционер қосылды. Сап-салқын. Намаз уақыттары жазылып тұр. Шарм-эль-Шейх қаласының өте тап-таза. Египет елінің ас елі дейді ғой, бірақ Алланың үйі мешіт өте тап-таза. 12-ден 4 кетті. Қанша минутта отельге дейін жететінімізді көрейік. 10 Египет фунтымен қазір қаланың мына жақ шетінен отельге дейін жетіп аламыз. Қанша уақыт кететінін қазір көреміз. Осылай адамдарды тиіп алып заправкаға сала береді екен. Заправкада тұрмыз. Уақыт кішкене созылады. Сағат ровно 1 болды. Лагуна Виста. 1 сағаттай жүрдік. Негізінен одан да тез жүруге болатын еді. Және 10 франк емес, 7 франк қалды. 3 франк маған қайтарып берді. Бізде кешке ресторанда ужин. Оның ішінде осы қонақ үйдің шеф-повары өзі күштетіп, енді рекламасы мықты. Көреміз қандай болатын. Өз қолымен күштетіп арнайлап жасайды дейді. Сосын арнайы подачасы бар дейді. Сосын барлығын түсіреміз, көреміз. Енді іс жүзінде қандай болатын көреміз Алла қаласа. Және ол ресторан басқа уақыттардың барлығында жабық тұрады. Тек сол а-ля карт деп аталады. А-ля картпен заказ берген адамдар ғана ішінде тамақ ішіп отырады. Кей күндері тек қана бір адам тамақ ішіп отырғанын көрдім. Терезесінен көруге болады. Кешкі 6-да сол жақта ужин болады. Оған дейін ойнау, қыдыру, бассейнге түсу. Содан кейін, ужиннан кейін қалаға қарай шығамыз. Ең негізгі себеп кешке қалаға шығудың ол шоу-концерт көру. Оны соңына қарта толығырақ айтамын. Әзірге отель қызықтары. Балалары 1 метр 10 сантиметрден судың астына баспен секіру процесін бастайын деп жатыр. Так, Айсұлтан, Елжан. Воротаға дейін жете алмайсың. Жете алады. Еркектер көп. Қақпаға дейін. Воротаға. Молодец. Красавчик. Молодец. Мықты. Біздің әке мықты. Ана қақпадан. Мына қақпаға дейін барды. Мен де үлкен болғанда әке сияқты күшті жүрдім. Біз
бассейннен шықтық, әлі 65 сантиметр. Міне, в общем, міне осындай су болды. Міне Елжан, әке, в общем, Шарм Шейх, Египет, Пик Альбатрос, Агон Пристав. Біздер теннис ойнауға бара жатырмыз. Үлкен теннис ойнаймыз және үстел теннисін ойнаймыз. Үстел теннисі бос, міне ракетка мен шарикті осындай жерден келіп аласыз. Ал үлкен тенниске уже жазылу керек, анда журналы бар, как положено, барлығы өзінің уақыттарымен. Мына жақ 10, мына жақ 8. Партия. Ол подожди, ойнап отырғанда артқа қарай тұр. Алға қарай жүгіріп үлгересің всегда. Әні. Теннис ойнап болдық. Аздап аяғыма жарақат алып қалдым. Аяғым тартып қалдым, бірдеңе болып қалды. Басқалай жақсы жүгіріп. Бүгін спортивный күн болды десе де болады. Жақсы болды. Керім болды. Енді қазір ужин ішуге бара жатырмыз. Күшті киімдерімізді киіп, а-ля карт ресторанға келдік. Как дела у вас? Добрый вечер. А-ля картпен ресторанға келдік, қазір барлық заказ беріп тұрып көреміз. Бұйырса күшті тамақтарды әкеледі дейді. Алла болса көреміз қазір. Матч қарап отырып, тамақ жейміз қазір. Бізге енді нормально болады. Былай енді жақсы, нормально. Обстановкасы, тып-тыныш, футбол қарап отырып, жайлап. Семьямен тып-тыныш отыруға болады екен, жақсы екен. Я, жақсы да, секунд. Бірақ өзіміздің ана ресторандарымызға жетпейді. Жергілікті автобусқа мініп, кешкі шоу қарауға шықтық. Альбатростың басқа бір корпусында шоу болады, сол шоу қарауға бара жатырмыз. Жергілікті автобус. Біздер Невалан шоуға келе жатырмыз. Neverland Shop енді жақсы, нормально, ондай прям мықты, күшті деп, прям шоу деп ондай айта алмаймын. Басы жақсы басталды, соңғы жағы жын ойнақ болып кеткен болмаса, былай енді басқалай жақсы. Жақсы кеш болды. Қазір біз ескі қалаға барамыз, сол жақтан тағы да контент түсіретін боламыз. Бұл ескі қаладағы әйгілі Сахаба мешіті. Сахаба мешітінің құрылысын 2007 жылы бастап, тек қана 2021 жыл ғана бітірген екен.
Осы мешіттің айналасын қоршай дүкен, неше түрлі кафелер толып орналасқан. Көріп тұрғандарыңыздай кешкісін және түнде күндізгіге қарағанда адамдар өте көп. Сауданың қайнап тұрған кезі барлық нәрсені табуға болады. Және кейбір нәрселерді саған $10 деп тұрып, 5 минуттың ішінде $5, $4 ал деп сразу түседі, алмай кетіп бара жатсаң. Сондықтан бұл жерде саудаласу керек. Месік алдық мына жерде. Түсіріп беріп жатыр. Осы жерден келіп алсаңыздар болады. Егер қаласаңыздар. Қазақстандағы адамдармен жұмыс жасайды екен. Қазақстан десе, ол өте жақсы қарайды. Қонақшыл халық деп. Қазақстанның бәрі. Ибрагим, приезжайте к нам. Мы находимся в Старый город. Супер. Мы ждем вас. Всего доброго. Базарды аралап болып, барған жолымызбен кері қайттық. Қағаз, пластик, тәрелке, қаңылтыр деген сияқтылардың барлығын салып қойған жерде. Пластикті салайық. Мықты, дұрыс. Бұл енді жақсы. Бұл Рексістің алдында тұр ондай. Басқа жақтарда бұндай жоғау. Біздер ресепшндамыз, регистрация өтсеу керек. Ертең алауысы ұшамыз. Күн жақсы болды, сәтті болды, күшті болды. Шопинг жасадық. Жалпы 9-шы күн бүгін Египтегі соңына келді. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнап жатырса, лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Келесі видеода кездескенше. Саяхаттаңыздар достар. Әлем біз үшін жаратылған.